Altta 39 есеп. Кеттік. Жүктерді қосамыз. Ол үшін ортақ бөлімге келтіреміз. Ортақ бөлім болады бізде x, y. Тоқтауыш көрсеткіштерін жазамыз. Мына жерде y болады, мына жерде 1. Y-ті мына 2x минус 3y-ге көбейтеміз. Сонда 2xy минус 3y квадрат болады. Қосу 4 квадрат азайту 5y квадрат. Ұқсас мүшелерін біріктіреміз. Бөлімін жазып қоямыз. X, y. 2xy-ға ұқсас мүше жоқ, өзін жазып қоямыз. Минус 3y плюс 5, минус 5y болады. Минус 8y квадрат. Плюс 4x квадрат. Екінші есеп. Ортақ бөлім AB. Не болады? Бұл жерге А болады. Тоқтауыш көрсеткіш 1, мына жерге Адан. 5а квадрат азайту b квадрат. Бірге көбейткен шықты. Енді аға көбейтеміз. 3аны аға көбейтсек 3а квадрат болады. Минус 2 минус плюс болады. 2а болады. Енді мүшелерін біріктіріп өрнекті қашандаймыз. AB 5а квадрат дейді. Минус 3а квадрат болады. 2а квадрат. Минус b квадрат өзін жазамыз. 2а-ны өзін жазып қоямыз. Келесі үшінші есеп. bx және ax дейді. Оған ортақ бөлім болады. a, bx. Мына жерге тоқтауыш көрсеткіш а, мынаған b. Көбейтеміз. 2а квадрат плюс 3а квадрат x. Азайту. А-ны б-ға көбейтеміз. А-б квадрат. 5bx-ті б-ға көбейтеміз. 5b квадрат x. Енді өрнекті ықшамдап жазып қойып, бөлімін көшіріп жазамыз. bx 2ab квадратқа 2ab квадраттан азайтамыз 1ab квадратты. Сонда қалады ab квадрат. 3a квадрат x. Өзін жазамыз. Минус 5b квадрат x. Өзін жазып қоямыз. Келесі төртінші есеп. Ортақ бөлім болады. Ем, б, ен. Ем, б, ен. Тоқтауыш көрсеткіш мынаған емнан, мынаған емнан. Ашамыз. 3b квадрат ен плюс 5 ен квадрат. Қосу ен квадрат минус 3 ен квадрат. Ұқсас мүшелерін біріктірейік. Бұл жерде бізде не ұқсас? Мына екеуі ұқсас екен. 5 ен квадратқа қосамыз ен квадратты. Оған жазып қоямыз. 3b квадрат ен плюс 4 ен квадрат минус 3 ен квадрат. Бөлімі ен п ен. Алтта 40 есеп. Бөлшектерді азайтайық. Ортақ бөлім келтіреміз. X квадрат x. Бұған x квадрат болады. Тоқтауыш көрсеткіш 1, мынаған x. Көбейтеміз енді 2a-ді көбейтсе 2a азайту 3x. Келесі екінші есеп. А квадрат а куб. Ортақ бөлім а куб болады. Мынаған 1а жетіспейді. Тоқтауыш көрсеткіш а болады. Мынаған 1-ден болады. Көбейтеміз. 5xa азайту 2y. Келесі үшінші есеп. Ортақ бөлім ем 4 дәреже және ен 4 дәреже болады. Оған бізде тоқтауыш көрсеткіш 1 болады. Мынаған 1 болады. Енді көбейткен кезде ен плюс 2 Төртінші есеп болады. X 4 дәрежелі, Y 3 дәрежелі.
мынаған жетіспейді бізде 1x, мынаған бізде жетіспейді 1y. Онда болады көбейткен кезде 3x, азайту 4y. Вот осымен алты тақырыбымыз есебіміз шықты.